Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ Ордасы YouTube арнасында кезекті апталық шолу бағдарламасы. Біз бүгін аптадағы айтулы оқиғаларды назарларыңызға ұсынбақпыз. Ендеше бастайық. Осы аптада Талдықорғанда қаңтар оқиғасы кезінде түгелдей бір отбасы мүшелеріне оқ атқан әскери қызметкер 7 жылға сотталды. Былтырғы жылы қаңтар дүрбелеңі кезінде арнайы жасақ Талдықорған қаласында жеке көліктермен кетіп бара жатқан Сейітқұловтар отбасына оқ жаудырған. Оқ тиген көліктің сау тамтығы қалмады. Айта кетейік, оқ бірнеше қарудан атылған дегенде пікірлер бар. Алматы гарнизонының әскери соты билік өкілетін асыра пайдаланды деп айыпталған жауынгер Данияр Егенбаевты 7 жылға бас бостандығынан айырды. Оны сот залында қамауға алды. Өрімдей жігіттің ата-анасы мен туған туыстары сот шешіміне наразылық танытып, сот залындағы қарауылдарды жағадан алды. Әскерилерге атуға бұйрық беріп, кейін оны бейбіт адамдарға оқ аттың деп қамай салу тек біздің елде ғана бар секілді. Егенбаев лайықты жазасын алды деп ойлайсыздар ма? Пікір алаңына жаза кетіңіздер, құрметті көрермен. Біз міндетті түрде оқып жауап береміз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының кеңесшісі Дүйсенбай Кенжетай қазақстандық блогерлерге хиджаб киген үшін ақша төлеген деген қауесетті жоққа шығарды. Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихаты барысында КМДБ өкілі хиджабқа қатысты біршама сұрақтарға жауап берген еді. Оның айтуынша, орамал тағу жыныстық жетілуге жеткен әйелдің міндеті. Сондай-ақ хиджаб киген үшін ақша төлегенін естімедік деп мәлімдеді. КМДБ басшысының кеңесшісі басқарма тарапынан студенттерге оқу орындарына хиджаб киюге қатысты нақты нұсқаулар жоқ екенін де атап өтті. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді біздің қазақ. Расында соңғы күндері оқырман саны көп блогерлердің орана бастағаны жасырын жайт емес. Журналист Динара Сәтжанның блогерлерге хиджаб киген үшін ақша төлейді деген пікірі қызу талқыға түсті. Анығын бір Құдай біледі. Дінге қатысты тағы бір жайт. Осы аптада Зәмзәм Қазақстан қажылық компаниясы арқылы үлкен қажылыққа аттанған бір топ қазақстандықтар жалған визаға алданып сан соғып қалды. Мекке қаласына автобуспен аттанған қазақстандықтардың құжаттарын тексеру барысында араб полицейлері заңсыз құжат тіркеген 120 адамды анықтаған, қамауға алған. Кейін аталған қажылық компаниясының басшысы жәбірленуші тараптың айтқаны шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді. Бұл іске қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. 120 адам автобустар, арғы бетінде тағы 2 автобуста, Сауд Арабиясында азан кешегі азанғы күннен бері қамалып отырып, бір күннен бері автобустан шығармайды, әжетханаға жібермейді. Алаяқтардың аяусыз әрекеті мемлекет басшысының да құлағына жеткен болуы керек. Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігі мен сыртқы істер министрлігіне жапа шеккен отандастарға көмектесуді тапсырды. Сондай-ақ бұл оқиғада адамдардың құқықтық сауатсыздығы да бар екенін атап өтті. 5 парызын өтеймін деп ниеттенгендерді алдайтын кімдер немесе мұндай алаяқ компаниялар мүфтияттың тіркеуіне қалай өтіп жүр екен, жиі қайталанатын осы бір жағдайға қатысты құқықтық баға беретін уақыт келген секілді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қазақстан-Беларусь қарым-қатынастарын талқылаған Назарбаев пен Лукашенконың әрекетіне баға берді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров: біз ақпаратпен таныстық. Әрине, Беларусь президенті біздің бұрынғы президентіміздің серігі. Бұл ретте өздеріңіз білетіндей, еліміздің сыртқы саясатын, оның ішінде шет мемлекеттермен қарым-қатынасты айқындау Қазақстан Республикасы президентінің құзыретінде. Сондықтан Қазақстан-Беларусь қатынастарын тек қазіргі мемлекет басшылары арасында талқылауға болады деп мәлімдеді ол. Айта кетейік, бұған дейін Беларусь президенті баспасөз қызметі Лукашенконың Назарбаев пен Беларусь-Қазақстан қатынастарын талқылағаны туралы хабарлама таратқан еді. Қазақстандықтар Назарбаев әлі күнге дейін елді басқарып отырма деген күдігі бар екенін де жасырмады. Осы аптада мәжіліс және сенат депутаттары демалысқа шықты. Ерлан Қошанов
депутаттардың жұмысына жалпы баға беріп сөз сөйледі. Оның айтуынша, осы жылы халық қалаулыларының жаңа толқыны келген, сондай-ақ 8-ші шақырылымды әділетті деп атады. Мәжіліс төрағасы осы сессияда мәжілісте алғаш рет жоғары аудиторлық палатаның есебі тыңдалғанын атап өтті. Барлығы 11 халықаралық шарт пен мемлекет аралық келісім ратификацияланған. Қос палата депутаттары үкімет пен басқа да мемлекеттік органдарға 306 депутаттық сауал жолдаған. Демалысқа шыққан депутаттар жаңа деммен жаңа Қазақстанда құруға ат салсады мекен, әлде шетел аралап бюджет қаражатын оңды солды шаша мекен, уақыт көрсетеді. Қазақстандық ауыр атлет Владимир Седов 35 жасында қайтыс болды. Марқұм өзіне қол жұмсаған. Жетісу облыстық полиция департаменті спортшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. 35 жастағы ауыр атлеттің денесі өзі тұратын мекен жайы Қаратал ауданындағы Достық ауылынан табылған. Полиция мәліметінше, денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталған жоқ. Қазір суицид фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушысы Вилорий Пак спортшының өліміне қатысты бар шындықты жайып салды. Седовтың өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін, несін жасырайын. Ол психикалық аурудан зардап шекті. Бас ауруына да қатысты жиі мәселе туындайтын. Ауру тұқым қуалайды. Сол себепті әйелмен ажырасып кетті және өмірінде басқа да мәселелер болды. Кәсіби спортта жоғары дәрежеге жетіп, кейін оның мансабы күрт төмендеді. Сол кезде ол ешкімге қажет емес болып шықты, деді ол. Айдың күннің аманында мұндай дарынды спортшылардан көз жазып қалған өте ауыр. Бұл жағдай мәдениет және спорт министрлігіне үлкен сабақ болады деп сенеміз. Қазақстанның көк туын көкке көтеріп жүрген Седов секілді азаматтарға мемлекеттің қарайласуы керек еді. Жүлде алғанда ғана жақын тартып, кейін қараусыз қалдыруға болмайды. Себебі бұл бірінші жағдай емес. Бір жыл бұрын тағы да бір зілтемірші өзіне қол жұмсаған еді. Сенат Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевты бірнеше өкілеттігінен айырды. Парламент Сенаты Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік біліктілік, мемлекеттік наградалар, әлеуметтік қамсыздандыру және білім беру мәселелері бойынша түзетулерді мақұлдаған. Осылайша Назарбаевтың атымен аталған мектептер, жоғарғы оқу орны және қордың жоғарғы кеңесінің басшысы мәртебесінен айыратын заңды мақұлдады. Заңға сәйкес Қазақстан Республикасы президенті немесе президент тағайындайтын тұлға жоғары қамқоршылық кеңестің төрағасы болып табылады. Сондай-ақ дарынды балалардың Назарбаев зияткерлік мектебінде оқуын төлеуге арналған өркен білім грантын енді Назарбаев емес Тоқаев белгілейтін болды. Қаңтар оқиғасы кезінде оққа ұшқан 4 жасар Айгөркем Мелдеханның өлімі туралы іс сотқа жіберілді. Ақпаратты бүлдіршіннің әкесі Айдос Мелдехан растады. Адвокат қазір істі сотқа жіберу туралы хабарлама алған. Сот шілде айында басталуы мүмкін. Бұған дейін бас прокурордың орынбасары Жандос Өмірәлиев бұл іс бойынша оқ атуға бұйрық берген батальон командиріне айып тағылғанын айтқан болатын. Ал жәбірленуші тараптың адвокаты тергеу органдары Айгөркемнің өліміне жауапты адамдарды жазадан алып тастағысы келетінін хабарлады. Балалар отырған көлікті атқан адамдар іс бойынша куәгер ретінде өтіп жатыр екен. Қожа тұрып қол берген, төре тұрып төр берген қазақ еді. Осымен қазақ ордасының қазақ тіліндегі апталық шолуы аяқталды. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, арнаға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.